Ассаляму алейкум. Қалайсыңдар, жақсысыңдар ма? Ал, бисмиллах, шықтық бірінші. Нешеден бе, бір айдан бері келтіріп па? Автопапа базары. Так, қазір жиналсын адамдар. 60 адам болды. Бір айдан кейін не өзгергенін қарайық. Машинаның ценалары қалай болып жатыр екен. Иншалла. Так. Кензо, кет. Toyota Camry 2015 $10,500. Бұны қазақ учетқа қоюға болады. Армянскиймен әкелуге болады, қазақ учетқа әкелуге болады. Кензо, айтшы бірдеңе подписчиктерге. Бисмиллах деп. Заказ алды. Бисмиллах деп екеуі де сияны, иншалла. Төменгі жаққа қарай кетіп барады. Үшеу. Үшеу екен ғой. Төменгі жаққа кетіп барады. Бисмиллах деп сол қарауға. Керек болса бауырлар заказ бердіңдер, иншалла. Машинаның түр-түрі бар. Заказ екі вариант болып отыр, да? Екі вариант. Екеуінде ценасы бір. Біреу жермен барады, біреу немен барады. Біреу пароммен барады, айдамайсыз. Екеуінің разница 7 күн батыр разницасы. Анау 3 күн, анау 7 күн. Тағы да бір информация шығып жатыр сосын. 2013 жылғы объем 2,5-ден ашпайтын машиналарды алып келуге болады қазақ учетпен деген. 3,5 миллион шығады вообще отырғызуы. Сондай информация келіп жатыр ал. В общем, сөйтіп қойып жатыр адамдар. Например, Camry 2013 жылғы Camry'ді қазақ учетқа қоюға болады. Қазақ учетқа. Так. Toyota Sienna. 22.500 дейді. Күн деген тамаша болып тұр да. Түн жақсы екен. Sienna қанша дейді. Sienna'ны қаратып, именно заказ келген Sienna болып тұр. Иншалла, Sienna қараймыз. $2016 жылғы Sienna тұр бұл жерде. $16,000 дейді, не қарандар. 2016 $16,000. Бұны қазақ қылу үшін 4,5 миллион қосылады, ішіне примерно 5 миллион. Көп қосылады, 3-5-терге бар ғой. Растамашка. Қайсы? Жақындама, шема берекетті атқа стауып бар ғой. Тығыл жүк бәрінен. Жауыз соқ қазір. Жауыз соқ аяғылмайды қазір. Сол жігіттер заказ беріңдер, қабыласыңдар иншалла. Любой машина беріп, любой машина алып келеміз. Машина полностью қарап, от и до. Алып келеміз иншалла. Так, RAV4 бар екен. Менде дәл осы RAV4 үйде. $14,500 дейді. Қымбат екен, субханаллах. Мен бұны сенесіңдер ме? Бұны анау 15 екен ғой. Менікі 13. $11,000 қалдым бұны. Дәл осындай RAV4 еді. $11,000 қалдым. Жақсы RAV4 бар ғой. Менде просто дискісі басқаша. Дискісі әдемі кішкене.
дәл менікі деген ше. Верса дейді. Кензі? Верса тұр, Верса. Верса бар екен міне. 2018 жылғы Верса. Мұны қазақ қылып жауады ғой. 1.6-лар арзанға шығады, растамошкілері. $6500. Қараңдар мен, $6500. $9,000 дейін болады, примерно Қазақстанға дейін. $9,000 дейін Қазақстанға келеді. 9,5 даже. $8,500 дейін келеді. 8,500, $8,300. Осындай Верса. Потом қазақ учет қылып болады. Малометражкілер арзан болады, кішкене қойып. Малолитражкілер. Оригинал левый руль. Ау. К5 қанша? Дубайда қанша болды? Дубайда мен 12 миллион, 12 миллион жарым алып келеміз деді. Соны қымбат деді ғой адамдар. Адамдар қымбат деді. А мұнда? Бағасын қараңдар. К5 қанша? Сен есептеп берем қазір. $28,500 дейді қазір айтамын сен қанша екен. 28,500 К5 2021 жылғы. Мына бағасы ито қазақ емес. Транзитпен 14 миллион жарымға барып тұр. Қазақстанға ар жағында. Дубайда? 2 миллион жарым атаққа аударасың. 17 миллион шығып кетеді. Дубайда? Дубайда 12 миллион жарым. Разница? 4 миллион жарым. Көрдіңдер ғой. Дубайда қымбаттады адамдар бізге. Наоборот дейсің да? Кому как бар ғой, Грузияда да арзан машина бар. Дубайда қымбат. Дубайда арзан машина бар, Грузияда қымбат. Короче, сондай. Ойламады, бәрі Грузияда қымбат деп. Так, ну не. Мерседес қарқайшы емес па? Соглас. Мерседес. Жаңа төменге барайықшы, арзан бір сен атырды ғой. Ладно, көз жұмып қойып қоя береді. Нақты бір цена айтшы, қоса бермейді. Нені қосып жатыр мен, брат? Нені қосып жатыр айтшы. Нақты цена болғанда, әр машинаға цена разный ғой. Нақты ценалар көрсетіп отқан жоқпын ба экранмен? Андай ғой, адамға шындықты көрсетсең, сөзге қаласың деген осы ғой. Ана адамдар бақтан тепкеніп шүгіреді сияқты. Біз наоборот нақты цена айтатын сияқтымыз. Біз айтпаймыз, мынау Қазақстанға осындай 7 миллионға келеді деп айтпаймыз біз деген. Біз алып келіп көрсетеміз да. Ценасын көрсетеміз, доставкасын көрсетеміз, біздің услуга көрсетеміз, болды. Біздің қосатымыз $700 болды. Өзінікі түсетті, я. Сосо тұр, сосо. Салам алейкум, сосо, как дела? Работа как? Что есть? Сено есть? Сено нету, да? Сколько стоит? А, сейчас посмотрим, да. Цена какая? 14, да? Аллах. Январда 200 мың тіркелемей, брат, ол конкретно ондай ақпарат ешкім берген жоқ әлі. Сосын ана 1 сентябрь бастап машина кірмейді деген, ол бәрі просто әңгіме ғой. Машина кіріп жатыр, машина жүріп жатыр, машина айдар, мен өзім айдап жүрмін машина, кірген машинаны, армянский машинаны. Армения қылып әкеліп береміз машинаны, любой машинаны. Қазақ қылып әкеліп береміз. Бірақ қазақты дұрыстап нақты білу керек брокерлерден, конкретно қанша екен. Өздерінде біліп аласыңдар, если что. Әрбір брокер разный айтады, өзінің услугасын қосып бар ғой. $17 деші, мынау жақсы. Міне сиена тұр. $17. А? Да, жоқ, мынау 8 миллион кетіп қалды да. Бізге 12 или 13 қарап. Не тұр бір сиена? Хозяин қасында екен как раз. Екеуі тұр міне. Көмір емес та. 2015 1600 көп сатып тұр. 5 миллионға машина алсам, қазақ учет қанша? 5 миллионға, например, брат, не алдыртсаң, например, Камри алдыртсаң, Камри қазақ учетқа 3 миллион кетеді примерно. 3 миллион 300, Камри 50-лар келеді. Так, Сиена, белый. Қанша дедің ана Кензо? Қымбат 16700. Анау. 16000 сатып тұр, 16700. Базар жоқ. Неге ана неде кешегі мен қараған не екен, айналайын болып тұр ғой. $2015 қайда мынаның.
доллар жоқ. 2015. Жоқ, 2011 керек бізге 2015-те шашақ келмейді екен зо. 2011 12 керек бізге. 15-тер қарамай қой, 14-15-тер қымбат уже. 2015-тер қымбат. Не болып тұр? 2 миллионға не машина болады дейді. Құтырған бұл грузиндерді дейді. Алмаған мира. Камри қанша? Камри қараш. Камри қараймыз. Камри бар ғой, толып тұр. Заказ берсең. Бауырлар мынандай ғой, түсіндіріп айтайын. Мына жерде, например, Қуғынбай цена шығарып ғой, оны ешкім қазақтар алып жатқан жоқ. Солаймен тұра береді. 2 ай 3 ай тұрады, содан бар ценаны өзі құлатады, түсінеді. Болса анандай машина көп өткен сайын ценаны көтере береді. Ойлайды, өткізіп жіберемін деп сол жутиясын. Но олай болмайды да, полигон біздер уже неше жыл болды, жүргенімізге білеміз да, ценаларын қанша екенін, жалпы қанша болғанын. Алейкум ассалам. Қазақстан келуімен 2 миллионға машина жоқ кім? 2 миллионға білмеймін, не машина келетін. Минимум 3 миллион болу керек, хотя бы. 800-ден жоғары кетеді. Иә, 2 миллион 800-ден хотя бы. Осы, Асанбек жүр ғой. $8,800 міне Камридің бағалары дедіңдер. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Қуаныш, брат. Қалайсыңдар ма? Здорово, брат. Қалайсыңдар? Қымдар өздерің? Так, ремонт істеп ма? Не алыватсыңдар? Subaru қарап отыр клиентімізге. Subaru. Екеуін бірін қарап еді. Да? Қайсы соғылмаған? Екеуі де соғылмаған. Тече. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Subaru цена сачу еще? Секрет. А че серьезно? Бағасы 10 мың. Официалтымен ба? Официалтмен арзан шығады. Слышь? Это без растаможки. Сколько ты сказал? С растаможкой. Это цена им. Асанбектен жол Им неше? когда 14 год, да? 14 год. Без растаможки. Вот эти две машины выбирают, посмотрите, если какой-то там... Без растаможки. $11,000 мына. Бұлар жоқ еще, прикинь, сайтта. Слышь? Не, Outback қоды. С растаможкой 11 мың, да? Outback бар, Subaru міне. Без растаможки $11,000. Қазақстанға учет қойғанша бұны? Екіде неше мынау объем? Сол. 3 миллион жарым ба? Қазақстан қой 3 миллион жарым. Мына жақта $11,000. $11,000. 3 миллион жарым қанша доллар? Мынау бағасы 11 мыңға енді 2-ні қосшы $2 бастапқыны. 13 доллар, кәме есептейін айтам қазір. 6 миллион, 9 миллион бар, 9 миллион үстін шығады. Қазақ учетпен ба? 9 миллион үстін 2014 жылы Outback қазақ учетпен $9,000, 9 миллионға шығады. Неше ба, 2014 ба? Иә. Без удара. Қазақ емес учетпен, армянмен 7 миллион. Разница 3 миллион ба, сондай. Так, RAV4. RAV4. 2014 жылы RAV4. 86 мың мил, 4-4. Қанша мың доллар ес? Subhanallah. Че доллар мың? 4-4. Жақсы состояние кішкене. Аяқ жыртық екен де. Монитор бар. Монитор сағылған жерсі екен. Қазақстанға армянский учетпен примерно 7 миллион келеді осындай RAV4-лар. 2013-2014-тер. Если что. 7 миллион, 6 миллион 800 сындайға. Если что, алам дейсіңдер. Армянский учетпен осындай RAV4-лар. Камри 70 қазақ учетпен қанша болады дейсің да? Камри 70 примерно бағасын месіндер айтайын. Қазақ учетпен 12 миллион ба сондай болады примерно. Санақ қойдым алдында. 12, 13, 11, 12, 13 қой өшім. Состояние комплектациясына қарай ғой. Камри 40-45. Камри 40-45-те енді сен обязательно армянский алып келесің, оны қазақ учет қоя алмайсың. Примерно баға 3 миллион жарымнан басталады бар. 3 миллион жарым сондайдан. Ожақ өшім. 3 миллионға не машина бар. 3 миллионға элантра қарау болады. 3 миллион 200 сондай шат сияқты. 3 миллион 300 ба 200 сондайға.
Елантра жақсы машина ғой. Кензо, кеттік. Так. Kia Sorento қанша дейді. Сен Kia Sorento пока көрген жоқпын, брат. Иншалла қазір шығып жатсақ қарайық. Ау. В общем, официалка машина. Есіңдер сразу доставкасын айтайын. 2013 жоғары. Доставкасын айтайын, есіңдер түсіндіріп сразу доставка. В общем, официальный машинаға $1200 біз доставка фирмаға береміз. $1200. Здорово. $1200 доставка береміз, официальный машинаны. Үстінде услуга, біздің услугамыз бар, $700. Соны қоса қоясыңдар. А неофициальный, немен? Грузинский номер учетпен машинаны 2200 фирмаға береміз. Қалған 700 үстінде біздікі. Болды. Сол. Біздің услугамыз $700. Ойламаңдар там. 2 миллион, 3 миллион қосағат анау мынау деп. Не екеуі тұр дейді? Байқамай қалдым, брат. Не машина жазып жүрші? Так. Жақында неге барып қайттық Дубайға. 1-2 машина алып, мұндай көп емес. Вот айтпай қойын. Дубай нормальный просто. Дубайға алсам чисто новый машина алу керек та. Ескі машина, андай, ескі оған андай. Американский машиналар бірдей мына яқтың ценасымен, бірақ бір носы, доставкасы өте қымбат. Доставка деген 2 ай ма сондай кетіп қалып жатыр. Сосы ұнаған жоқ Дубайдан машина тасу. Тек чисто новый машина тасымасаң Дубайдан таза. Вот сонда болады. Атасын Қазақстанда примерно разницасы. Қазақстан авторынықтың разницасы 4 миллион 5 миллионға шығады примерно. RAV4 алдық. Қазақстанда примерно 4 миллион 5 миллион арзанлық шықты. 2022. Мерске барайық төменге. Кензо дейді. Go Morjos, Bijo. Sadaqar, Bijo, Sadaqar. Намик. Телефон поменял, извини, про шоколадку. Сколько стоит вот эта машина? Сколько стоит? Что так дорого? Мне $6500 дейді. 2013 жылғы. Элантра. $6000 сынады ғой. $6000. Алты, 7, 8-900 Қазақстанға дейін. 8-900 Қазақстанға дейін машина. $8,900 шат примерно. $8,900, сондайға примерно. Қасындағы Мерс дейді. Қайсы Мерс? Мына Мерс па? Мына сені қанша? Мен сені деппін ғой. Мерс почем этот Мерс? Мерс почем Мерс? А? Дизель это. Нет, почем? 16. $16,000 дейді. Мына Мерс. Oldu Merzi. Жанында BMW дейді. Қайсы BMW?
BMW көріпсіңдер ма? Kırmızı Hansa'dır. А на BMW ма? Почем BMW, брат? 14, брат. 14 тысяч долларов, да? Да. $14 BMW. Машина, да, не битая машина. Не битый, не крашеный. Классная вообще. Как дела? Нормально, братан. Коломишься? Жақсы. Твоя BMW? А, это дизель, да? Бензин, братан. Бензин. Полный привод? Да. Не болса BMW. $14 деді ме, ал деді. Тема екен ада бұл. Алып көреміз, еш жоқ хабарласыңдар. Че? Дверь закрыть? Еще осы дауысын көрдіңдер, күй жоқ. Хорошая машина, да? Гордаш? Хорошая машина? Ки? Хороший. Ки. А, осы BMW. Тайт жігіттер сейчас сөйлесіп өт. Тайт Азербайджанда. Ага. 14 сказал Гордаш, да? Да. А? Сколько сказал? Одна. Ладно, ну? Нет, Не квадру. понятно. Сколько сказал цена? А, цена не знаю. 14, брат. Поле пасы. Полупасы, ну, короче, 13 500. Он үшін 500-ге беретін. Халай машина, братан. Он 3500, я? Растаможенный? Он үшін 500. Объем какой это? 4. А? 3? Üçten bulmak ol. 3-0. 3-0? Restani, bratан. Рестайлинг 3 объем. Полный түсіресің ба дейді. Түсірейін, полный түсірейін. Братан, Ау, халай машина, братан. Комплектация вошел сын. это что? Әдемі көрінеді екен жалпы. Это без удара, да, получается? Удар конкретно. В Америке без удара было, да? Да, конечно. А что с ней было? Даже недавно у нее растаможка. Это для себя купил человек машину. Это пацан. Да. Это давно уже почти где-то 6 месяцев. Ага, өзіне алған машина дейді. Құлақтан тебе береді ғой. Ой, Дарман, салам, Ай, мафия. Осы ал, BMW көрсеттенді. Кет, Кензо. Сен ау ет. А? Камри пока жоқ, ақша заказ жоқ қой. Заказ жоқ, бірақ бағалар енді баяқ шабады. Сол баяғы $9,000 ғой сол. 5 миллион жарым, 5 миллион 800-ге шығады келу. Сол ғой, сол иә. Қазақ қылдырам дейсіңдер, бауырлар 8 миллионға шығады. 5 миллионға да тауық от, надо будет. А? Не бұл убитиялары ғой. Убитияларын табасың 5 миллионға, қажет емес. Доллар түк кетті, Кензо сен қателесіпсің ғой. Сен баяғы көріспен сетіпсің. Есептедім, полёбы есептедім сондай. 200 мың, 300 мың теңге, міне ойнайды бұлай. 500 мың да ойнамайды, 200 мың да. 2013 мен $9,200 дейді я мне. Түсіндірші? Мен $9,200 Камри. В общем, короче, армянский номермен 5 миллион 500, 5 миллион 300-ге шығады. Қазақ номермен қанша? 8 миллион шама шығады. 8 миллион, 7 миллион 700, 8 миллионға шығады, короче. Хабарласыңдар. Примерно ценаны айтты, қайтпаңдар. Ана мынау неге разницаны айтасыңдар деген әңгіме. Просто заказ бергеннен кейін бауырлар өзіміз есептеп береміз, иншалла. Артық ештеңе қоспаймыз. Келумен 5 лям 800 ба дейді. Я, келумен 5 лям 800. 5 миллион 800 емес, 5 лям 500, 5 лям 300 сондай шығады. Армянский номермен. Жеті болатын бар, жеті жарым, қанша жүрмін, 2008 театрсыз 7 жарым болатын бар. Кожаный салон, полный пул, 8 мотор. Ауа райы кем. Атыраудан кім бар? Атыраудан ауа райы қалай? Атырауда жаңбыр жауып отыр ма?
Amerikan Mercedes. Осын көп сұрайды 320 Мерсті. 26. Сені разылмаған. Білесің ғой ценасын приблизительно Кензо? 3 миллион үсті ғой, 3 миллион жарым мен 3 миллионның арасы болады примерно келумен бірге. 2000-2001 жылдары. Рестайлинг қолына, не ғой 2001 қолына. Лупар дейді. Осы емес пе Лупар? Лупарик осы ғой, иә. Ну, Лупар. 320. 2001. Твой, брат? Лупарик осы. Дәл осындай лупарик бар. Япошка таза. Танитын бір Азербайжанда. Дәл осындай. Мұны американец қой. Аны япошка бар. Бір танитын бір болады. Оригинальный левый рульмен. Оның ценасы $8,000 берем дейді ол. $8,000 берем дейді. Қалай әрмен қыласын? Грузин учет тұрған жоқ па дейді. Брат, оны заказ бергеннен кейін барып түсіндіреміз да грамотно. Қазір прямой эфирде оны түсіндіріп кереміз да. Хабарлас, WhatsApp-қа шығып общаться иншалла. Армиян қыламыз, қазақ қылып береміз. 2013-тен жоғары болса, желание болса. Қазақ қылдыру 2 миллион, 3 миллион артық төлейсің ғой, енді солға разница. Бірақ қазақ номермен жүресің. Кішкене енді бір вертяктар бар енді. Брокер анау-мынау, короче. Тоқайып келіп жатыр дейді ол. Тоқайып келіп жатыр дейді Атырауда. Атырауда тоқайып келіп жатыр дейді. 250 мыңға істей ме екен соң? Тоқайыптан сұрай қойыңдар, 250 мыңға қоя ма екен. Учетта. Армянский номерлер. Просто әңгіме ғой, әлі заңға енген жоқ. Заңға енген жоқ, Просто айтылған сөз. Ол соң халық қате соқпалады. Президент просто так айтпайтын шығар, иншалла қоятын шығар, қоям десе. Не вот 320 Кензо? Цена? Цена 4. $4,000. Қазір. Қойып тұр ма, арзайтып тұр ма? Жоқ, сол. Цеды ғой, 3,5-ға анау-мынау. Газ тұр дейді, еще қуаныш. Пропан? Метан? Не знаю, қуаныш біз айтып берейін. Америка он, да? Так, не отличишь его. Қуаныш 3 миллион 200 мың, сол баға айттым ғой. Не ғой, метан ғой. Растаможенный метан 3 миллион 200 мың теңге. 3 миллион 200 Қазақстанға дейін, да? Еще түсіреді ғой, бір $200 түсіреді ғой, қалай болса. 3 миллион 100 сондай деші. 3 миллион 100 Қазақстанға дейін. Мындай машина алып келу болады. 3 миллион 100-ге. 3 миллион қандай машина керек келеді дедіңдер, міне 3 миллионға мындай машина келеді. Лупарик. Американец. А, немец? Не, вообще дерзкого. Я немец екен, не, мына жермен айырасын. Немец. Жақсы машина, лупарик. Сар номер ма? Жоқ, брат, сар номер емес, кәдімгідей қазақ номер. Состояние средний екен, да? Кензо сенікінде емес, а? Не екені бөлек болды ғой. Мен алғам свежий болды. Состояние шамалды емес, жақсы да емес, короче, средний мынаны. 3 миллионға былай жалпы жақсы, нормально. 3 миллионға стоит, да? Элеганс қомно, да? Аба не авангард, да? Кет Кенз. Сені жиде алмайдық қонақта, төмендегі. Ассалаумалейкум. Қайсың? Мәселе. Не хабар? Сөйтім неше адам отады? Көп емес мұндай. Қандай? Неше? 150. Болды да, алейкум ассалам қазір. Жақсы, мына ұзақ тоқтатты. Ма өтпейді оны? Алдынан бері тұр ғой. 2 ай бұрын келді. Қабан ба? Көп сұрап тұрмыз, ешкім. Қанша сағат тұр? Мал машина ғой. Өз асымен алмасын. Жаңбыр жауып жатыр мына жақта, жігіттер. Кензо, кабан қанша тұр? Қымбаттаған ұтып қалдым, $14,500 деп тұр. Ма, базар жоқ. $14,500 сұрап тұр дейді, жігіттер. Не қымбат сұрап тұр кабанға? Жоқ, анандай адамдар бар. Қарамайды дейсің, да? Любой жақта бар, сказочник адамдар бар, сказочник. Ол любой елде бар ондай адамдар.
өзінің көлігін или любой өзінің затын дағдауға қымбатқа сатқысы келеді, өтіп кетеді деп ойлайды, сондай адамдар бар. Альфард деген жігіттер көп сұрайсыздар. Альфард әкелеміз, тек грузинский номер болса мында. Қараймыз, грузинский номер бар ма екен Альфардтар. Атта қандай реэкспорт номермен. Оның тек бір варианты бар, Альфардты алып келетін. Оны Владикавказға сен алып келесіңдер, ол 50-50, короче. Альфард беретін жігіттер, даже басқа жігіттер бар ва, келіп жатқандар, енді қорқытпай қойың, но енді біз Альфард заказ берсеңдер, енді 50-50 ол шыға ма, шықпай ма, короче. Машина аяқ қалуы мүмкінсіңдер да. Альфардты байқаңдар. Мына мәселесін бауырлар түсіндіріп берейін. Біздер рисковать еткіміз келмейді жалпы. Анандай ғой, қадақ балатын болса, сіздер келмейсіздер кассаққа. Қалақ қалу емес, сіздердің ақшаны восстановить етіп береміз біздер. Қанша ақша кетті, 6 миллион ба, 7 миллион ба? Просто біз кіріп кетеміз кассаққа. Сол үшін біздер басымызға андай бейнет алғымыз келмейді. Сол үшін Альфардтан отказ жасаватық сіздерге. Әкелеміз Альфардты грузинский номермен, іздеу керек, оқып қалыпты уже грузинский номермен. Грузинский номер. Қызыл номермен болса алып келе алмаймыз Альфардты. Номермен бар, грузин растаможный. Не растаможный болатын болса, онда сол опасно да. Әкелу, кіргізу. Кетті ғой машина қойшы. Лексустар келген. Сиенамызға жетті ғой. Жоқ, кеде кеше сиен тұр ғой, анау емес па, төн тұрған? Сол сиена ғой. Сол ма? Алдындағы нені сиенасы емес па? Қарек кәмер, білем, ол жатқа білем, қандай сиена кен. Сол болу мүмкін. Сол үш дәл үші тұрды ғой. Біз оны арзан қайттық қосын ешкімді. 10 мың долларға ма? 11 мың долларға Біз ма? арзан қайттық ешкім. 6 миллионның үстіне шықты. Сол сияқты қара ғой да кәнзі. Әлі өткен жоқ па не? О да жақсы негіз ол. Ол бір кузовтан проблема болды. Сол ғой, сол емес, ол емес па? Алейкум ассалям, Сиена? О, Рогорахар. Рогорахар. Твой Сиена черный? Да, чем я? Который в прошлый раз, да? Ол емес сияқты жоқ, ол бычыт бол ол. Жоқ, басқа. Мынау, короче, бауырлар, мына Сиена не? Басқа Сиена не? Бұрында алып жүрген кісі екен. Қуаныш, бағасын қарап деген. Көріп тұрмын. Әдемі екен, әдемі. Так, соғылған мына жер. Викот, краска. Мына жер, краска. Мен, Сиена. Қанша? 6 миллион 800-да Қазақстанға дейін? 2013 ба? Ау. 11-500-ге берейік. 500 төлеттік. Плюс 1000. 6 миллион 800 ма шықтыр, әдемі баға еттір. Соқшана кімге? Клиентке. Все, жақсы жігіттер. Ассалаумалейкум. Тағы хабарласамыз, иншалла, тағы шам прямо эфирға. Заказ беріңдер. Телефон бар. Инстаграмда соғыңдар. Жақсы машина алып келеміз. Тайдың бір жігіттің машиналары ма жүректе? Жақсы, ассалаумалейкум.